Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз статистикадағы сабақтарымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз таңдамалы дисперсия және стандартты ауытқу. Бүгін біз өткен сабақтағы кездейсоқ шаманың графиктік бейнесі тақырыбындағы өзіміздің білімімізді әрі қарай жалғастыратын боламыз. Және де бізде бірінші талдайтын нәрсе ол кездейсоқ шамалар деген не? Яғни санды мәндер қабылдайтын кездейсоқ оқиғалар бізде кездейсоқ шамалар деп аталады. Біз бұл туралы өткен сабақта айтқан болатынбыз. Мысалы, геометрия пәнінен 8-ші сынып оқушылардың 90-дық бағалары 4, 3, 5, 3 және 3 болсын. Және бұл жердегі бізде 3, 4, 5, яғни бізде кездейсоқ шама деп аталады. Және де біз бұл шамалардың жиілік кестесін құрай аламыз, Яғни бізде кездейсоқ шамамыз 3 болған кезде жиілігіміз 4 болады, себебі 3 бізде 4 рет кездескен. 4 кездейсоқ шамасында бізде жиілік 1 болады, және де 5 кездейсоқ шамасында бізде жиілік 1 болады. Және осы кесте арқылы біз орташа мән таба аламыз. Орташа мән дегеніміз не? Орташа мән дегеніміз осы 6 бағаны бір-біріне қосып 6-ға бөлгенде шығатын сан. Немесе оны қалай табуға болады? Біз 3-ті 4-ке көбейтеміз, қосамыз 4-ті 1-ге көбейтеміз, қосамыз 5-ті 1-ге көбейтеміз и бөлеміз 6-ға. Бізде осы кездейсоқ шамалардың орташа мәні 3,5 болады. Келесі, орташа мәннің ауытқуы деп кездейсоқ шама мен оның орта мәнінің айырма мәнін атайды. Яғни бізде кездейсоқ шамаларымыз 3, 4, 5, ал орта мәніміз 3,5. Яғни бірінші ауытқу, яғни x1 мен орташа мәннің ауытқуы, яғни 3 азайтылған 3,5 бізде минус 0,5 беретін болады. Келесі ауытқуымыз, яғни 4 азайтылған 3,5 бізде 0,5, және де 5 азайтылған 3,5 бізге 1,5 беретін болады. Және де біз осылай кестемізді әрі қарай жалғастырып, ауытқуларын да жазып қойсақ болады. Және келесі бізде маңызды талқылайтын термин ол бізде дисперсия. Дисперсия дегеніміз кездейсоқ шаманың орта мәннен ауытқуын айтады. Яғни біз бұны dx әріптермен белгілейміз. Және де бұның формуласы бізде, дисперсияның формуласы бізде x квадраттың орташа мәні азайтылған x-тің орташа мәнінің квадраты. Яғни біз x-тің орташа мәнін уже тауып алдық. Ол бізде 3,5-ге тең болды. Яғни бізде формуламыздың бір жартысы бар деген сөз. Енді x квадраттың орташа мәнін қалай есептеудің ұғып алайық. Бұл дегеніміз бізде кездейсоқ шамалар 3, 4, 5 болды, Және де біз оларды жиіліктеріне көбейтіп, әрқайсысын жиіліктеріне көбейтіп, қосып және де 6-ға бөлдік, Ал енді біз x квадратты жиіліктерге көбейтетін боламыз. Яғни 3-ті емес, 9-ды 4-ке көбейтеміз. 16-ны 1-ге көбейтеміз. 25-ті 1-ге көбейтеміз. Және де осы сандарды қосып 6-ға бөлеміз. Бізде 12,183 деген сан шығады. Яғни бұл бізде x квадраттың орташа мәні. Ал бізде x-тің орташа мәні уже белгілі 3,5 және де оның квадраты 12,125-ке тең болады. Яғни дисперсияны табу үшін 12,183-тен азайтамыз 12,125-ті. Біздің дисперсиямыз 0,158-ге тең болады. Орташа квадраттық ауытқу деп дисперсиядан алынған квадраттық түбірді айтады. Яғни біз дисперсиямызды тауып алдық, және бізде дисперсия ол орташа мәннен ауытқуын айтатын еді, кездейсоқ шаманың. Ал енді осы дисперсияны түбір астына алып, яғни біздің дисперсиямыз 0,158-ге тең болды ғой. Яғни 0,158-ді түбір астына алып, біз орташа квадраттық ауытқуды таба аламыз. Орташа квадратты ауытқуымыз бізде 0,176-ға тең болады. Келесі мысалды қарастыра кетейік. Яғни бізде 10 баланың салмақтары өлшенген және жазылған. Және де біз ең бірінші өзіміз түсінгенде, ең бірінші жиілік кестесін құра аламыз. Яғни бізде 42 салмағы 2 рет кездескен, 44 салмағы 1 рет, 45 салмағы 3 рет, 46 салмағы 2 рет, 47 салмағы 2 рет кездескен. Және де біз осы жерде x-тің орташа мәнін таба аламыз. Яғни 42 көбейтілген 2, қосылған 44 көбейтілген 1,
қосылған 45 көбейтілген 3, қосылған 46 көбейтілген 2, қосылған 47 көбейтілген 2. Осыны біз 10-ға бөлеміз, себебі бізде 10 баланың салмағы бар. 10 сан берілген, және де біздің x-ымыздың орташа мәні 44,9-ға тең болады. Және осы жерден біз дисперсияның жарты формуласының мәнін біле аламыз. 44,9-дің квадраты бізде 2016,100-ді береді. Келесі, енді біз x квадраттың орташа мәнін табу керекпіз. X квадраттың орташа мәнін табу үшін орташа мәнін табудың формуласын қолданамыз, бірақ әр кездейсоқ шамамыздың квадратымен есептейміз. Яғни 42 емес, 42 квадратты 2-ге көбейтеміз. 44 емес, 44 квадратты 1-ге көбейтеміз. Сонда бізде пайда болады 42 квадрат көбейтілген 2, қосылған 44 квадрат көбейтілген 1, қосылған 45 квадрат көбейтілген 3, қосылған 46 квадрат көбейтілген 2, қосылған 47 квадрат көбейтілген 2, және барлығының қосындысын біз 10-ға бөлеміз. Және бізде 2018,9 деген сан пайда болады. Бұл бізде x квадраттың орташа мәні. Яғни бізде дисперсия деген не еді? Бізде x квадраттың орташа мәнін азайтамыз x-ның орташа мәнінің квадратынан. Яғни 2018,9-дан азайту керек біз 2016,100-ді, яғни 44,9-дің квадратын. Бізде дисперсияның мәні осы жерде 2,189 шықты. Енді орташа квадраттық ауытқуын тапсақ, бізді жай ғана дисперсияның түбір астына ала қоямыз. Яғни 2,189-ды түбір асты мәні бізде 1,7-ге тең болады. Яғни бізде 1,7 дегеніміз орташа квадраттық ауытқу, яғни 1,7-ге тең болады. Біз бүгін екі мысал қарастырдық, және де мен сіздерге формулаларды жаттап алуға кеңес беремін. Себебі бұл тақырып статистикаға әрі қарай сіздерге керек болатыны сөзсіз. Келесі сілтеме арқылы өзіңіздің біліміңізді әрі қарай тексеріп, комментарийға қанша балл алғаныңызды жазып кетіңіз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға да жазып кетсеңіздер болады, біз жауап беруге тырысамыз. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.